Баршаңызға сәлем достар, мен Гүлвира, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін хачапури дайындайтын боламыз. Өте дәмді, әрі тез, оңай жасалынады. Видеоны достар соңына дейін қараңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті құралдар: ұн, жылы су, жылы сүт, тұз, қант ұнтағы, өсімдік майы және ашытқы. Ол үшін алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт, тұз, қант ұнтағын, өсімдік майын және ашытқымызды салып араластырамыз. Одан соң ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп илейтін боламыз. Қамырымызды иледік, өте жұмсақ шықты, қолға жабыспайды. Енді қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа демалдыруға жібереміз. Қамырымыз көтерілгенше начинканы дайындаймыз. Алдымен сырды өткіштен өткіземіз. 1 сағат қана қойдық, 1 сағатта уже 2-3 есе көтерілген, өте жұмсақ болған достар. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 хачапури шығады. Қамырды алдымен дөңгелетіп аламыз. Қамырымыз қараңыздар, өте жұмсақ шыққан. Қамырымызды ұзынша қылып жаямыз. Жайылған қамырымыз үстіне сырды салып, 2 шетін орайтын боламыз. Видеода достар көрсетілгенде жасаймыз. Бізде 2 хачапури шықты. Видеода көрсетілгенде жасаңыздар достар. Өте тез, өте оңай әрі дәмді болады. Алдымен жылытылған пеште 200 градуста 15-20 минутта пісіреміз. Он 15 минуттан соң пештен хачапуримізді шығарып, бетіне жұмыртқа салып, тағы 5 минутқа пешке саламыз.
Достар, хачапури дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді әрі нәзік шығады, тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеомен бөлісетін боламын.